Ал құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Бүгінгі міне видеом осы мокрый щелк жайлы болайын деп тұр. Тағы да өткенде көрген болсаңыздар, песочный түрін көрсеткен. Астында қазір краскасы жағылып тұр. Міне краска жағылып тұр. Мына жақтарға гипс барлығы жабысып тұр. Бұл затымыз мына зат. Міне декоративная краска, эффект щелк, база серебро. Негізі өзінің светі, родной келетін светтері осылай жазылып келеді. Бұл жерде тек қана сол светпен қалуға болмайды. Көңіліңіз қалаған светке сол жерден аппаратпен шығартсаңыз болады. Болмаса обычный колермен шығарсаңыз болады. Міне біз сереброны осылай кішкене көк қосып мынандай свет шығардық. Міне жағылған кезде осылай болады. Жағылған түрі мынау қазір. Міне мына жері уже жағылмаған. Қазір осының қалай жағылатынын көрсетем. Міне кепкен сайын өзі блескі бере береді. Қазіргі заманауи шығып жатқан краскілердің түрі. Мына жақта міне осындай свет шығардық. Бұл да негізі родной свет емес. Бұны міне мына жақ глянец түрі жаңағы. Енді мына жері песочный түрі. Міне песочный. Арасында құм болады, бұда тастар болады. Бұл кистімен жағылады. Жаңа песочный. Мынау енді кистімен жақса да болады, бұған жаңағы өзінің қалақшасымен жақса да болады. Біз мынаның бәрін қолдан өзіміз светін шығарып отырмыз қазір. Мына жақта да солай. Алыстан қарағанда полный обой ұқсап көрінеді. Қазіргі заманауи жүріп жатқан дүниелер. Мына жерде қалдырып қойдық біз. Бұл жерге гибкий мрамор болады. Гибкий мрамор. Алаңында бір көрсетіп жіберейін. Міне біз ауылдық жерде тұрамыз. Ауылда да өмір бар деген осы ағайын. Мына жерде қазір қалай жағылатынын көрсетейін. Міне ағайындар. Бұған енді шпательмен жақса да болады біріншіге. Біріншіге негізі бір слой тартып алса да болады. Грунтовка ретінде. Бізде қазір грунтовка ретінде краска жаққанбыз. Лажы болса тегіс жерге жағу керек. Тегіс болу керек. Бұл таза моющий краска. Міне бірінші осылай кистімен жақсаңыз да болады, валекпен жақсаңыз да болады. Кішкене су қосуға да болады, мынаны сұйылтып. Осылай жағамыз. Сосын мынандай қалақшамен осылай жағып кете береміз.
қолмен істеген кішкене ыңғайсыз болып тұр. Лаж болса бір қалыпты жұға қылып жаққан дұрыс. Сосын кейін бұның бір плюсы жаңағы обычный қазіргі үйлердің барлығы бір стенаны бастағаннан кейін тоқтатпау керек деген нәрсе бар. Бұда ондай нәрсе жоқ. Өйткені бұл өте жұға жағылады. Кеуіп қалса да қайтадан жалғастырып кете беруге болады. Ешқандай қорқудың керегі жоқ. Осылай жағамыз. Аз болса осындай кішкентай жерге жаққан дұрыс. Міне бұлай айналдырсаңыз да болады. Осылай айналдырса да болады. Мен енді анандай осылай бастап қойдым. Бәрін осылай істеп шығу керек. Мына жерде қазір кішкене грубилары бар. Бұны шамалы 5-10 минуттан кейін қайтадан бетін қалақшамен қайта бір тегістеп шығамыз. Сол кезде түсі де өзгереді, кішкене білескісін береді. Әрі бетіндегі груби жағылған полосалары кетеді. Осылай кішкентай жағып аламыз. Міне осылай. Осылай жағып кете береміз. Қазір кішкене кепкеннен кейін бетін тағы бір жасап жүрем. Міне 15 минут өтті қазір. Енді қайтадан осылай істеп шығамыз. Байқалып тұрса, беті ағарып, кішкене сай жерлер темный беріп деген сияқты. Қазақша енді сәнді краска деп аталады бұл. Көпшілік әлі біле бермейді. Әлі елімізге келгеніне бірақ қалалы жерлерде 3-4 жыл болып кетті. Бұның пайдасы өте көп обойға қарағанда. Бір жері қаттастырылатын болса да үстіне кішкене осыдан әкеп қайтадан жағып берсе, қайтадан сол бойы қалады. Міне ағайындар осы жерге дейін жақтым. Мінекей. Бұдан кейін обойдың қаншалықты керектігін өздеріңіз шешесіздер. Енді мына жерге жағам. Бұның тағы бір айтатын нәрсе 5 килограммы. Үлкен шелегі 5 килограмм болады. Сол 5 килограмм 30 квадрат, 40 квадрат арқылай жетеді. 25 квадрат ең минимальный. Біз енді экономить етіп, осылаймен осылай шығарып жатырмыз. Мына жақтың шоқының светі мынандай.
арнаға жазылып подписка жасап қойыңыздар. Алдағы уақытта жақсы видеолар шығатын болады. Сау болыңыздар.